Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай өте дәмді болып шығатын қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрме дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ал егер де менің арнама тіркелмеген жаңадан келген оқырман болсаңыз, тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен қарынды бір тәулікке айранға салып қоюдан бастайтын боламыз. Ал егер де сіздерде уақыттарыңыз тығыз болып жатса, кемінде 2 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Оның себебі қарындағы артық иістер айранның көмегімен кететін болады. Одан кейін барып қарынымызды жақсылап жуып тазалап алып, ішіне айналдырамыз да, іш жағында майында болатын ұсақ бездердің барлығын қолдың көмегімен, пышақтың көмегімен жақсылап тазартып шығамыз. Бұл міндетті түрде. Қарынды жақсылап тазартып алдық. Енді ішіне салатын заттарды дайындайтын боламыз. Оған бізге қажет ет, сәбіз, пияз және де картоп. Етті ірі етіп тураймыз, пиязды да, сәбізді де, ал картопты бүтін күйінше саламыз. Енді осы заттардың үстінен тұз саламыз, кориандр саламыз, паприка саламыз және де қара бұрышты сеуіп жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін тәтті бұрыш саламыз. Менде бұрыш морозильникте сақталған, яғни қатырылған. Сіздерде болып жатса, свежийін қолдансаңыздар да болады. Еттің кез келген түрін пайдалануға болады, және де ұсақ малдың қабырға сүйектерін, яғни қарынды жыртып кетпейтіндей өткір болмауы қажет. Қабырға сүйек немесе жілік сүйектерін салсаңыздар да болады. Дәмдеуіштердің де кез келген түрін қолдануға болады. Егер сіздерде тіптен болмай бара жатса, тек тұз бен қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Ал енді осы дайындап алған затымыздың барлығын қарынға салатын боламыз. Қарынның менде бір жақ шеті бітеу, тек бір жағы ғана кесілген. Егер сіздерде екі жағы да кесілген болса, міндетті түрде бір жағын алдын ала тігіп алыңыздар. Мен етті көкөністерді барлығын салдым, және де ішіне қазыны салуды да жөн көрдім. Бұл қазы мен сіздерге айналдырып көрсеткен қазы болатын. Сол қазыны да мен осы қарын бүрмеге қосып ішінде пісіретін боламын. Қазы салған кезде міндетті түрде екі жағындағы зубочисткалардың, яғни таяқшалардың сынғанын, ішке қарай қайтарылғанын қадағалаңыздар. Қарындарыңызды тесіп кетпеуі қажет. Ал енді қарапайым ине жіптің көмегімен қарынның аузын жақсылап бекітіп айналдыра тігіп шығамыз. Қарын бүрмеміз дайын. Енді үлкен ыдысқа салып, қарынымыз батып тұратындай су құятын боламыз. Суға тұз, қара бұрыш және де лавр жапырағын қосамыз. Лавр жапырағын бір қайнағаннан кейін алып тастаймыз. Суымыз қайнаған сәттен бастап 3 сағат көлемінде үздіксіз ақырын қайнатып отырып пісіретін боласыздар. Қарын менде мінеки 3 сағат қайнады, пісіп дайын болды. Енді мен оны сүзіп аламын да, духовкада 200 градуста 20-30 минутқа пісіріп алатын боламын. Ол бізге сыртын қызарту үшін қажет. Мінеки қарын бүрмеміз дайын. Өздеріңіздің фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді, өте пайдалы ұлттық тағам болып саналады. Сіздерге де дәл осындай ерекше күнделікті кешкі ас не болмаса мерекелік дастарханға жасауға кеңес беремін. Видеом ұнаған болса пікір қалдырыңыз, әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісіңіздер, және де арнама тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.